Екі жасөспірім ескірген үйге мұқият жақындайды. Үй жүздеген жылдар бұрын салынған сияқты, ал сырты өте ұсқынсыз. Қабырғалар жарылып, ауа райы бұзылды, төбесінде тесіктер бар сияқты, ал сәндік бағандардың бірі толығымен құлады. Алайда, жасөспірімдерге бұл тозығы жеткен үйде қазына табуға болады деген қауесет тарады. Жасөспірімдердің бірі баспалдақпен кіреберіске көтеріле бастайды, бірақ оның досы оның соңынан ергісі келмейтін сияқты. Ол мұнда ешкім тұрмайтынына сенімді. Жасөспірімдердің батылдығы досына үйді бірнеше күн бақылап отырғанын және ешкімнің кіргенін немесе шыққанын көрмегенін айтады. Өмірдің жалғыз белгілері үйдің терезелерінің саңылауларынан көрінетін өте әлсіз жарық болды. Ол тіпті жарықты шынымен көргеніне немесе көрмегеніне сенімді емес. Егер біреу болса, онда бұл жай ғана ақылсыз қария. Олар біреуді оңай қорқытып, бос уақытында үйді тонай алады. Оның досы әлі де сенімді емес сияқты.